Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. 2 сыныптың әдебиеттік оқу сабағы 63-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 1-ші тапсырмадан 5-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы ертегі оқыған соң. Қандай ертегілерді білесің? Толықтыр дейді. Қиял-ғажайып ертегілер, тұрмыс-салт ертегілері, жан-жануарларға байланысты ертегілерді білеміз. Біздер Бейсебай Кіріспаевтың ертегі оқыған соң деген өлеңімен мұқият тыңдауымыз керек. Ендеше өлеңді мен сіздерге оқып берейін, мұқият тыңдаңыздар. Батыр болсам ертегілер елінде, ие болсам өзім үлкен сенімге. Кисем сауыт туылғаны айдарлы, жігіт болсам асып туған айбарлы. Жеңу үшін елге шапқан жаудымен, дос етемін ер төстікті алдымен. Дос қылмаймын қоян жүрек әркімді, шақырамын алпамысты тарғынды. Шығам мініп тұлпар туған бір атқа, қарсы келер жан табалмас бірақта. Өлеңнің авторы қандай елге баруды армандайды? Өлеңнің авторы бұл жерде ертегілер еліне баруды армандайды екен. Батыр болып еліне пайдасын қалай тигізуді ойлайды? Батыр болып елін жаудан қорғауды ойлайды екен. Өлеңде қандай батырлар жайлы айтылған? Өлеңде ер төстік, алпамыс, ер тарғын батырлар туралы айтылған. Ер төстік, алпамыс, тарғын батырлар жайлы білесің бе? Я, бұл батырларды білесіңдер сіздер балалар. Қазақтың біздің батырлары, елін жерін қорғаған батырларымыз. Түсіндірме сөздіктерге қарайық. Сауыт бұл жерде көне сөз, қару-жарақтан қорғануға арналған қысқа жеңді. Ұсақ темір шығыршықтардан тоқылатын батырлар киімі. Дулыға көне сөз, соғысқа аттанған батырлардың басына киетін темірден, жезден жасалған бас киімі. Қоян жүрек бұл жерде су жүрек, қорқақ дегенді білдіреді. Келесі жаттығуға ашайық тапсырмаға. Батырлар киіміне кластер құрастырып айт дейді. Бұл жерде батырлар киімі темір сауыт және дулыға туралы айтылды. 3-ші тапсырма жұппен орындайық. Қарамен берілген сөздердің қандай мағынада тұрғанын анықтаңдар дейді. Сауыт, садақ, қылыш, найза секілді қарулар қорғану үшін пайдаланылады. Ынтымақ, оқ, өтпес, сауыт, татулық, тамаша сауық. Қазақ жырларында сауық сайманың түрлі атауы кездеседі. Ендеше қарамен жазылған сөз, бұл жерде сауыт деген сөздің бірнеше мағынасын бұл жерде бірнеше түрде көрсетіп тұр екен. Ал 2-ші тапсырмада дұрыс бұрысын дәптерге белгілеңдер дейді. Сөйлемдер дулыға батырдың қалқанына орнатылады. Бұрыс, дулыға жұмсақ матадан тігіледі. Бұл да қате, бұрыс, дулыға адамның басын соққыдан қорғайды. Дұрыс екен бұл. 4-ші тапсырмада ақпаратпен танысып сұраққа жауап берді. Бейсебай Кіріспаев 1955-2013 жылдар өмір сүрген Алматы облысында дүниеге келген белгілі балалар ақыны. Сатирик екен. Ол тамшы, әппақ, бағбақ, кілтипан, ықылық, жаңылтпаштар және басқа кітаптардың авторы екен. Бейсебай Кіріспаевтың қандай кітаптары бар? Бұл жерде кітаптарымен жаңа ғана таныстық. Яғни тамшы, әппақ, бақбақ, кілтипан, ықылық, жаңылтпаштар деген кітаптары бар екен. Енді біздер мынадай анықтамамен танысайық. Сюжет, яғни шығармада өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, яғни біртұтас желісін айтады екен сюжет деп. 5-ші тапсырмада өз ойыңнан ертегі құрастырып жазып көр. Яғни жаңағы сюжетте айтылғандай бір өзара жалғасқан оқиғасы бар ертегі құрастырып жазып көріңіздер. Яғни ертегі болғасын жерде ертеде, ешкі жүріні келтеде деп жаңағы бастауымызға болады. Ендеше балалар, ертегіні өз қиялдарыңыздан
құрастырып көріңіздер. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.